гаишник тоқтатады, 5-6 гаишниктер тоқтатады да, тоқтатып мына таспиғын көрсетеді, мына ыңғайлы таспиқ екен ғой, дейді, қалай, жақсы ма деп документ тексеріп жатыр. Мен айтамын, иә жақсы, ағасы керемет, ыңғайлы, былай рульға да ұстасаң да, былай өзің жүріп таспиқ тартсаң да, басқалар да көрмейді, өзіңе де ыңғайлы деп. Керемет екен. Мен барып таспиқсыз бүйтіп қолымен күнде ля иляха илlallah деп бос тұрған кезде тартып тұрамын дейді. Аға жақсы ғой, үлкен зікір жасау деп. Мен айтамын да, сіз пайғамбарымызға салауат оқисыз ба десем, ал салауат деген не дейді да? Айтамын, бір салауат оқығанда қанша күнәларыңыз кешіріледі, жұмысыңыздың берекесі, отбасыңыздың берекесі, өміріңіздің берекесі. Бір салауат оқыған кезде Ухуд тауда, үлкен тауда сауап аласыз деймін. Бір салауат оқығаннан 2 құлды азат еткеннен де артық сауап аласыз. Және де садақа, зекет бергендей сауап аласыз. Қош болма дейді. Бұл жаққа салауат оқыған адамның салауаты қабыл және де берекеті мол болады. Соны айтып жатырмын, ана кісім группаға жазып жүрші, отбасы группама жазып жүрейін, оқысын, жақсы ғой. Жолға шыққан кезде адамдар дұға жасаса ғой, сапар дұғасын оқыса ғой, осында салауаттар оқыса ғой дейді да. Неге? Өйткені олар аман болса, біздің де жұмыс аман дейді да. Басқа жолаушылар да аман дейді. Ол беті апат болып отқаны бәріне жаман емес па дейді да. Сонда таң қалып тұрмын да, Алла, ана 5-6 гаишниктің ішінде Алланы ұлықтап, зікір етіп тұрған именно сол гаишник тоқтатады ғой, мен ойлаңыздаршы. Гаишник тоқтатқан кезде ойламайсың ғой, сені Алланы ұлықтап, зікір туралы әңгіме айтам деп ойламайсың ғой, сонда ойыма мынандай келді, Алла, ана кісінің ля иляха илlallah деп зікір етіп жүруінің ары қарай соны Алла тағала не істегісі келіп тұр, одан ары қарай оны дамытқысы келіп тұр да. Себебі Алла тағала ешбір бекер адамға жайдан жай салауаттың құндылығын жеткізбейді, достар. Егер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат айту туралы сізге ақпарат келсе, біліңіздер, Алла тағала дүние ақыреттеріңізге берекені төгейін деп тұр, берекетін сіздерге нәсіп етейін деп тұр. Енді сол салауаттың құндылығын айтып, Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля сайдина Мухаммад деп айтыңыз деп, ана WhatsApp группасына, отбасы группасына жазып, ана жерде осындай парақшаға тіркеліңіз деп жазып кетті. Алла шексіз разы болсын осындай ағаларымызға, осындай қызметін жасап, жолаушылардың амандығын ойлап жүргендерге, осындай қызметін адал жасап, Алласын ұмытпай, дәстүрін сақтап, мықты жүрген азаматтарға баршаларына Алла шексіз разы болсын. Сондықтан достар, үнемі салауат айтушылардан болайық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат жолдайық. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва аля сайдина Мухаммад.